Ассалаумағалейкум қазақ елі. Еуразия бірінші арнасында басты жаңалықтар, ақпараттардың айтаманы Ғалым Кәлмен. Әуелі қиссасын тыңдаңыз. Бүгінгі эфирде көретіндеріңіз, Абай облысы Бородулиха ауданында бастауыш сыныптың үздік мұғалімі атты аудандық байқау өткелі жатыр. Байқауға қатысу туралы Камышенко орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Жумадилова Ғалия Нығметаллаевнадан өтініш келіп түсті. Ұстаздықтың биік шыңына ұмтылған ұстазбен танысыңыздар. Ұстаз қандай қасиетті сөз. Халықта ұстазы жақсының ұстамы жақсы деген сөз бар. Әр адамның жүрегіне ерекше жылулық нұрын себетін аяулы тұлға бейнесімен өзектес ұғым. Адам баласының жүрегінде қадір тұтып құрметтейтін екі ұғым болса, соның бірі ұстаз. Ұстаз бұл тек қана білім беруші емес. Ұстаз адам жанын қалыптастыратын, оның ішкі дүниесін тәрбиелейтін тұлға. Ол шәкірттің жүрегіне үміт ұялататын, оның өмірге деген көз қарасын дұрыс арнаға бұратын рухани жетекші. Ұстаз баланың өмір жолындағы алғашқы бағыттаушысы. Ол кітаптан үйренген білімді өмірмен байланыстыра отырып, адам бойына адалдықты, ізгілікті, жауапкершілікті сіңіреді. Әр шәкірттің бойындағы ерекше қабілетті байқап, оны дамытуға бар күшін салады. Ұстаз тек мектеп қабырғасындағы тұлға емес, ол бүкіл қоғамның тірегі. Ұстаз ең алдымен мейірімді және сабырлы болуы тиіс. Себебі бастауыш сынып оқушылары енді ғана мектеп табалдырығын аттап, үлкен өмірге қадам басуда. Мұғалім баланың мектептегі алғашқы үлгі тұтар адамы. Сол себепті оның әрбір сөзі мен ісі баланың жүрегінде із қалдырады.